Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін біз осындай өте жұмсақ бір жасағаннан шығатын сосисковый тесте жасаймыз. Алдымен бізге 50-50 сүтіміз және суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстінен 2 ас қасық қантымызды және жарты шай қасықтай тұзымызды саламыз. Оның үстінен ашытқымызды салып, оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Сосын массамызды бір араластырып жібереміз. Массамызды бір араластырып болғаннан кейін, оның үстінен 53-тен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымызды салғасын осылай қасықпен араластырсаңыздар болады. Осылай жақсылап іртік қалмайтындай қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын тағы да үстінен қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз иленді, қамыр өте жұмсақ болып тұр, қолға жабысатындай қамыр. Енді осы қамырымыздың бетін салафанмен жауып, жылы жерге қойып, бір немесе 1,5 сағаттай жылы жерге қойып, қамырымызды ашытып аламыз. Қамырымыз ашып шықты. Мендегі қамыр 1 сағат тұрды. Қамыр өте жұмсақ, әдемі болып ашыған. Енді үстеліміздің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды осы үстелдің үстіне алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықтағы қамыр болады. Енді осылай ұзын етіп, осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Енді сосискамызға, шұжығымызға орайтын боламыз. Мендегі бір шұжықты 2-ге бөлдім. Өйткені үлкен болғандықтан осылай бөліп жасаған әдемі көрінеді. Осылай 2-ге бөліп жасадым. Осылай етіп орап аласыздар. Дәл осы уақытта пешкамызды қыздырып қоятын боламыз. Описаниеда тұрған рецептпен жасасаңыздар, достар, сіздерде 22 сосисковый тесте шығатын болады, яғни 22 дана шығады. Осылай барлығын жасап алдық. Енді бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Бетін әсемдеу үшін мак немесе күнжітті қолдансаңыздар болады, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Енді 180 градуста 30-25 минуттай пісіріп аламыз. Біздің сосисковый тестеміз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек болып, ойдағыдай болып шықты, достар. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, достар, рецепт ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.